Бұл ағылшын тілінің сабағы Essential Grammar in Use деген кітап бойынша өтіліп жатыр. Біз 70-ші сабаққа келіп жатырмыз. YouTube каналымызда бірден бастап 70-ке дейін ағылшын тілінің толықтай сабақтары бар. Бүгінгі өтетін ереже ол the артиклін қарастыратын боламыз. Оның алдыңғы сабақтарда да біз a мен the-нің артиклін екеуін қосып та ені жекелеп те өткен едік. Енді қазір the деген артиклді қарайтын боламыз. The деген артиклді біз бір нәрсе анық болған кезде, немесе бір зат, немесе бір адам, бір анық, яғни сөйлеп жатқан адам да, оны тыңдап жатқан адам да не жайында айтылып отырған түсінікті зат болса, немесе түсінікті адам болатын болса, сол нәрсенің алдына the сөзін қолданатын боламыз. What is the name of this street? Бұл көшенің аты қалай? Бұл көшенің дегесін әдетте көшелердің тек қана бір аты болады. Сондықтан именно қандай ат, яғни именно бір ат болғандықтан оған the деген артиклді қосамыз. What is the name? Яғни көшеде тек бір ат болғандықтан the-ні қолданамыз. Who's the best player in your team? Сенің командаңда ең үздік ойыншы кім? Әдетте ең үздік ойыншы деген біреу болады тек қана. Біреу, ең үздігі біреу болады, сондықтан біреу болғандықтан the-ні қолданатын боламыз. The best player. Can you tell me the time, please? The time дегесін, яғни қазіргі болып жатқан уақытты айтшы деп айтып жатыр. Қазіргі уақыт, оны сұраушы да түсініп тұр, естіп тұрған адам да түсініп тұр. Именно осы қазіргі уақытты сұрап тұрған. Сондықтан соның алдына the сөзін қосатын боламыз. The time деп. My office is on the first floor. Менің офисім бірінші қабатта дейді. Менің офисімде белгілі офисті айтып тұр, және бірінші қабат тек қана біреу болады. Болды. Біз жалпы бірінші қабаттар жайында айтып жатқан жоқпыз. Жоқ, біз именно менің офисім дегеннің бірінші қабатын айтып жатқандықтан оның алдына the қойылады. The first floor. Don't forget the. The ұмытпау керек осындай сөздерде. Do you live near the city center? City center ол белгілі, сондықтан the қойылады. The city center. Бүйтіп айтпаймыз. Do you live near city center деп айтпаймыз. Жоқ. The city center деп айтамыз. Excuse me, where's the nearest bank? Ең жақын банк қайда? Белгілі, нақты жақын банкты сұрап тұрғандықтан ең жақын. Сондықтан оған the-ні қоямыз. Where's nearest деп айтпаймыз. Where's the nearest? The same. Ұқсас, сондай деген мағынада. Осы same-нің алдына the-ні қоятын боламыз. We live in the same street. Біз сол көшеде тұрамыз. Дәл сол көшеде. Are these two books different? Бұл екі кітап әртүрлі ме? No, they're the same. Жоқ, екеуі бір кітап. The same деп айтамыз. Біз the sun, күн, the moon, ай, the world, әлем. Осы the-лармен айтамыз. The sky, аспан, the sea, теңіз, the country, ауылдық жер. Осы күн деген кезде ол белгілі де. Бір күн бізде. Күн деген кезде барлығы түсініп тұрады күн екенін. Бір күнді айтып тұрғанбыз, сондықтан the қойылады. Айда да солай the moon. Әлем деген кезде де біздің әлемді. The world. The sky дегенде де аспан осы. Біз бір көріп тұрған аспан. The sea, the country, ауылдық жер деген кезде де осы the-ні қолданады екен. The sky is blue and the sun is shining. Аспан көк, күн сондай жарқырап тұр деген кезде осы the-ні қолданамыз. Do you live in a town or in the country? Сен қалада тұрасың ба, немесе ауылдық жерде тұрасың ба? Осы the country. Ағылшын тілінде ауылдық жер country деген кезде the-ні қолданады. Есте сақтап қалыңыздар. Және осылай the police, полицияны, the fire brigade, от бригад, пожарныйлар,
деген кезде немесе the army, армия деген кезде осы the'ларды қолданамыз. My brother is a soldier. Менің ағам солдат. He is in the army. Ол армияда. Осы the'ні қолданамыз армия деген кезде. What do you think of the police? Do they do a good job? Полиция жөнінде не ойлайсың? Олар жақсы жұмыс жасап жатыр ма? Деген кезде the police. Сол полиция деген кезде есте болыңыздар. The'ні қолданамыз. Және тараптарды айтқан кезде де the'ні қолданатын боламыз. Жоғары, асты, ортасы, соңы, ортасы, жаны деген кезде осы the'мен қолданамыз. The top жоғары, the end аяғы, the middle ортасы, the left сол. Осы сөздерде есте сақтап қойыңыздар, the'ні қолданамыз. Write your name at the top of the page. Атыңды беттің жоғарғы жағына жаз. At the top of the page. My house is at the end of the street. Менің үйім көшенің соңында. The end. The table is in the middle of the room. Стол бөлменің ортасында. The middle ортасы. Do you drive on the right or on the left in your country? Сенің жерінде, сенің мемлекетінде, мына жерде country деп мемлекеттерге де аударуға болады, немесе ауылдық жерінде машинаны сол жақ тарапта айдайды ма, немесе оң жақ тарапта айдайды ма дейді. Сосын ойнайтын инструменттарды да the қолданады. Play the piano, пианино ойнау. The guitar, гитар. The trumpet, труба. Paula is learning to play the piano. Paula пианино ойнауды үйреніп жүр. Learning to play the piano дейміз. Сосын естеріңізде болсын, осы екі нәрсеге the қолданады. Радиоға және интернетке the'ні қолданады. The radio. I listen to the radio a lot. Мен радио көп тыңдадым. The radio дейсіз. Және интернетке де the internet деп айтасыз. Естеріңізде болсын. Радио, интернет the'мен келеді. Do you use the internet much? Сен интернетті көп қолданасың ба? Do you use internet деп айтпайсыз. The internet. Естеріңізде болсын. Енді the'ні қолданбайтын сөздерді қараңыздар. Television, телевидение, TV деген кезде the'ні қолданбаймыз. I watch TV a lot. Мен теледидар көп қараймын. What's on television tonight? Бүгін түнде телевизорда не болады? Теледидарда не болады? The television деп айтпаймыз. Тек television деп айтамыз. Бірақ егер де сіз именно бір теледидарды кәдімгідей құрал теледидар, телевизор, соны айтатын болсаңыз, онда the'ні қолданасыз. Мысалы, can you turn off the television? Сен телевизор сөндіре аласың ба? Бір телевизор. Ал теледидар деген кезде ол жалпы түсінікті бір теледидарда болатын нәрселер. Сол кезде the'ні қолданбайсыз. Егер де бір кәдімгі көзіңіздің алдында тұрған құрал телевизор, андай коробка сияқты болса, оған the'ні қолданасыз. Can you turn off the television? Breakfast, lunch, dinner, завтрак, таңғы ас, түскі ас, кешкі ас деген кезде солардың алдына the қоймайсыз. Естеріңізде болсын. What did you have for breakfast? Сен таңғы асқа не жейсің? The breakfast деп айтпайсыз. What do you have for breakfast? Dinner is ready. Ас дайын болды. Обед дайын болды. Түскі ас дайын болды. Және next, last, week, month, year, summer, Monday деген сөздерде осы апта, айлар, жылдардың алдында next, last деген сөз келеді ғой. Сол next, last деген сөздің алдында the'ні қоймайсыз. I'm not working next week. Келесі аптада мен жұмыс жасамаймын. The next week деп айтпайсыз. I'm not working next week. Мен келесі аптада жұмыс жасамаймын. Did you have a holiday last summer? Сен осыдан алдыңғы жазда сенде демалыс болды ма? The last summer деп айтпайсыз. Did you have a holiday last summer деп айту жеткілікті болады. Осымен бүгінгі сабағымыз бітті.
ұнаса лайк басып қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар, қолдап қойыңыздар.